Қыздар, сіздерге керемет жаңалығым бар. Бүгін әдеттегідей 21:00-де өтетін эфирімде сіздерге керемет жаңалықпен бөліскім келіп тұр. Жалпы кез келген қыздар мына А точкадан Б точкаға, яғни қалаған өміріне жеткісі келетін, бірақ қай жерде қателік жасап жатқанын білмейтін, қай әрекеті дұрыс емес, не болмаса сенімсіздік, қорқыныш сияқты әртүрлі бір себептер болатын болса, сіздерді интервью форматындағы разборда күтемін. Ол үшін маған дайректке разбор деп жазып жіберіңіз. Бұл разбор ол ақысыз, яғни ақы төленбейді. Бұл мен үшін де тәжірибе. Қыз келіншектерде кездесіп жатқан проблемалар, соның ішінде сенімсіздік, қорқыныш, ұялу, немесе әрекеттен қашу, әрекетке жеткендегі, яғни нәтижеге жеткендегі қандай қорқыныштар болады, сол нәрселерді осы интервью форматындағы разборда анықтаймыз. Сол үшін де, егер сіз разбордан өткіңіз келсе, маған дайректке разбор деп жазып жіберіңіз. Алла қаласа, мен бүгін разборларды өткізіп бастадым, және де ертеңде қыздар жазылып жатыр разборларға. Қай күнге ыңғайлы, сол күнге уақытқа жазамыз. Енді сіздерге айтқым келетіні, қыздар, бүгінгі разборда түсінгенім, көбінесе қыз келіншектер қалай айтады: мен осындай істегім келеді, бірақ мен күйеуім қолдамай жатыр. Мен осындай істегім келеді, өйткені мен істеп жатырмын, бірақ мен күйеуім былай айтты, ол маған осындай претензия айтты, немесе ол маған осындай бір керісінше бір негативті бір ойлар айтты деген сияқты қыздар айтып жатады. Бірақ бұл дегеніміз өзіне деген, өкінішке орай, өз ісіне деген сенімсіздіктен туатын ойлар. Енді осындай вторичная выгодаларды біз разборда анықтаймыз. Келесі нәрсе, неге мен әрекет жасаудан қорқып жүрмін деген сияқты сұрақтар. Осындай әртүрлі ойлар, қорқыныштар, негативті установкалар болады, бірақ біз өзіміз оның негативті установка екенін білмейміз. Сол үшін де, қыздар, сіздерді разборда күтемін. Ол бірінші кезекте мен үшін опыт, сіздерге ол жандай өзіңіздің Б точкаға жетпей жатқан себептеріңізді анықтау болады. Ақысыз маған дайректке жазып жіберіңіздер, разбор деп.